керек андай ата-анамен принцип қойып алды да өзіне. Өткенде де біз сенбі күнде сөйлестік та ол дүниемен. Принцип қойып алды, жоқ мен тұрмын. Мен айтамын, Маяға айттым да, Мая сен бірден қазір біз үйленіп кетпейміз ғой. Бірақ бұл ойын сен кім біледі, келешекте өзгеріп қалуы мүмкін ғой десем, жоқ, оның тарапынан жоқ. Мен принципім сондай, мен деген бөлек тұруым керек, мен андай тек қана күйеуіммен сондай бөлек үйде тұруым керек деген ғана тарапта. Мен білмеймін, мен Мая келетін кезде де біліп келді. Мен қандай әулетте өскенімді біліп келді. Мен қарындасымды да біледі. Енді өзі де үлкен әулеттен ғой, үлкен әулеттен шыққан ол тарапқа неге солай именно қараған білмеймін. Тем более оңтүстіктің қызы, Шымкенттің қызы, мамасы да прям жақсы үлкен әулеттен да бәрі ұйқастық көп та, шыны керек. Бірақ неге бұл жерге келген кезде принцип сондай екен мен түсінбедім. Я Балзахан, осы жерде айта кететін жағдай ше, мен негізі мен түсінбей отырмын Маяның тақырыбын. Өткен жолы мен айтам деп уже уақыт жетпей қалды сөйлейдім дегенге. Bir жолы эфирде келген кезде ата-анаммен тұрамысың ба деген сұрақ болған кезде Мая айтқан болатын. Мен әулеттің үлкен немересі боламын. Сондықтан мен барлық нәрсені өзім істеп, балаға да өзім қарап бәрін үйреніп қалғанмын. Содан кейін мен ата-анамен тұруға қарсы емеспін деген әңгіме болған еді. Одан кейінгі бір-екі эфир өткеннен кейін келген кезде Мая сен келесің де айтасың. Жоқ, ол менде принцип дейсің да. Сонда сен аяқ астынан принцип болып қалуына не себеп болды, немесе сен өтірік айтасың ба жалпы по жизни? Жалпы қараңыздар, мен эфирге келген кезде мына жерде только комплименттің темасы ғана кетті да, ата-анамен тұрасың ба, тұрмайсың ба деген сұрақ болған жоқ сіздердің тараптарыңыздан. Тек әулетте үлкен немере екенім айтылды, үлкен қыз екенім айтылды. Басқа сұрақ болған жоқ. Енді Жәнібек те айтып жатыр ғой, біліп келді деп. Енді мен оны қандай отбасы екенін білгенімен, бұл кісі бөлек шыға ма, шықпай ма, мен оны біліп келген жоқпын ғой. Сондықтан да басында ашып айтқаным дұрыс, үйленсек те үйленбесек те жалпы ол ертең кедергі болады по-любому. Мүмкін ертең қатты жақсы көріп, бір-бірімізге бауыр басып, сол нәрсе кедергі болуы мүмкін. Неге сонша сенімді түрде айтасыздар, кедергі болады деп, қай келінді, қай жеңгеңізді көріп жүрсіз, сіздің ата-анаңыздың немесе туысқандарыңыздың қолында жүріп жаман болып жатқанын? Хорошо, үйдің тірліктері болсын. Сіз неге мен басқа адаммен салыстырып жатсыз? Хорошо, өмір жоқ, жалпы да басқалармен салыстырып жатқан жоқпын. Сіз ол өмірді көріп келген адам құсап сөйлеп жатсыз да, сіз ол нәрсені көрген жоқсыз, білген жоқсыз, алға қарай жүгірмей, просто бұйырғанын көреміз деп айтуға да болмай ма? Принципиально просто өз сөзіңде тұрып алу ғана керек па сізге сонда? Енді мен біліп келдім ғой, бұл жерде әрқайсыңыздың өздеріңіз пікірлеріңіз бар. Біреу бөлек тұрғысы келеді, біреу бірге тұрғысы келеді. Ол өздеріңізде қала берсін. Мен өзім жеке тұлға ретінде бұл кісіге өзім ойымды айттым. Бөлек тұрғым келеді, болды. Менде принцип. Жоқ, жеке тұлға ретінде деген нәрсе менде Балауса ханыммен келісе алмаймын. Өйткені екі адам отношения құрған кезде жеке тұлға деген нәрсе екінші планға өту керек. Өйткені екеуінің арасында бір құндылық бар. Ол сендердің құрылып жатқан отношенияларың. Ертеңгі күнінде сен өзіңнің жеке құндылығың бар деп сен күйеуіңнің тарапын бағынбай басқа нәрсе істеп кетпейсің ғой мысалы. Егер де сіз адамдар үйленгеннен кейін сонда өздерінің жеке басы туралы ұмыту керек па? Жоқ, жеке басы туралы ұмыту керек деген сөз емес Балауса ханым. Түсіндіріп айта кетсеңіз. Жоқ, ондай емес, просто андай да. Екеуінің де интересі бар болып тұр ғой. Екеуінің бір мәселеге қатысты екі түрлі ой болатын болса, сол жерден компромиске келіп, ортақ нәрсе, ортақ шешім шығару керек деген ойды мен құптаймын да. Бірақ екеуі екі түрлі шешімге кетіп, екеуі екі нәрсе істеп кетпейді ғой, бір нәрсеге байланысты, дұрыс па? Осыған айтайыншы, мен ортақ шешім болу керек шығар. Негізі былайша шыны керек Оразғали былай енді кейбір нелеріне қосыламын да, бірақ енді былай ғой, енді мен үйдің үлкенімін да, шыны керек үйдің үлкені болғаннан кейін мен по-любому мен үйде бастапқыда тұрсақ қана одан кейін көп тұрмайтын боламыз. Бірақ неге именно сен андай ғой, қыз қылығымен ғой, бәлкім бір көрейік, уақыт келе жата деп айтса болады. Жоқ, сен Мая тура айтасың да, жоқ, мен тұрмаймын, бітті, үзілді, кесілді. Ары кетсе бір ай деген ол мен айтамаймын, бір ай, бір жыл нормально, бір жыл, екі жыл нормально, одан кейін бөлек шығып кетуге болатын сияқты. Бірақ именно келіп осылай бір айта салу бір қиын сияқты. Ринат. Саламатсыз, Балауса ханым. Қош келдің, Мая. Мен мына жерде Жәнібекке де Маяға да таңғалып отырмын да, Балауса ханым. Бүгін ертең үйленейін болған адамдар емессіңдер ғой. Сосын Мая просто сенің Жәнібекке сезімің ашылмай жүргені, жаңа Жәнібек сен ата-анамен бірге тұрамыз деді ғой. Мүмкін сен сол жағынан андай қорқатын сияқтысың да. Негізі Жәнібектің саған қарағанда Жәнібектің ұнатуы көп. Не үшін айтамын мен оны? Өйткені Жәнібек постоянно қасымызда жүргенде сені аузынан тастамайды да. Сосын мен Балауса ханым Жәнібектің де бір соңғы кездері бір артқа тартынып жүрген бір іс-қимылдарын байқаймын да. Өйткені неге? Ол біздің қатысушылардың да әсері ма деймін да. Біздің мысалға мына қатысушы балдар бар ғой арамызда отырған. Солардың көп айтады да, сен Маяны жіберіп қоятын болсаң, мен Маяны ұстап қаламын дейді. Мен наоборот екі жасқа наоборот бақытты өтудің орнына мен біздің қатысушыларға таңғаламын Балауса ханым. Может Жәнібектің де сол жағынан андай несі бола ма, бір қорқынышы бар ма? Андай негізі андай бір мақалдар ғой орыстан. Красивая жена
немая жина красивая чуя жина деймін бір нәрсе бар ғой сондай. ой Мысалы деймін да балауса ханым, сол Жәнібектен мысалы бір жағынан тартын, сол жағынан қатты тартынатын сияқты да балауса ханым. сонда сіз Маяны үнемі қызғанады да жүреді, ешкім оны тартып алмасын деген мен сияқты өзім ма? байқаймын, Жәнібек қызғанады. Бірақ енді балдардың көзінше оны білдіргісі келмейді балауса ханым. Бірақ бір қатысушы бала Мая туралы әңгіме айтып отса, Жәнібектің андай түрі бұзылып кетеді да. Мен сол жерде қатысушыларға айтамын да, ол екі жастың ортасында түсіп, мен ұстап қаламын, бүйтудің қажеті жоқ. Наоборот, осы екі жастың бақытты болуына, мысалы айтады ғой, әйел адам ер адамның қисық қабырғасы дейді ғой балауса ханым. Қазір оны ешкім білмейміз да, ол болашақта может Жәнібек екеуің жақсы болып үйленген жағдайда ол сендер может бір ай тұрып ата-анасының қолынан келіннің қолынан шай ішсек мүмкін бір айдан кейін бөлек шығып кетесіздер, может 6 ай оны ешкім де білмейді да. Сол себепті Мая ондай принципіңді сен негізгі өзгерткен дұрыс шығар. Егер сен өзгертсең, сенің де көңілің Жәнібекке қарай ауып, мүмкін екеуің болашақта жақсы бақытты болып. Жаңа Ринат айтып жатыр ғой, сіз бір қызғануыңыз мүмкін, тіпті жігіттерден, қатысушылардан бір қорқып та қалатын сияқтысыз, себебі бір арамызға түсіп кете ма дегендей. Кімдер олар? Кім жиі сұрайды, кім қызығушылық танытады Маяға қатысты? Негізі андай сөйлесесің ғой, ортада сөйлескен кезде ондай тарап көп болады. Мая қалай не істеп жатыр, сен что-то андай нәрселер болады әңгіме, сендер бір нетпейтін сияқтысыңдар, ұзаққа дейін бармайтын сияқтысыңдар, тоқтатып қоятын сияқты. Андай нәрсе әкелді маған, типа сен өзіне уверен емессің деген дүние алып келеді да өзім үшін. Сен әлі не ете алмасың, лайықты емессің деген нәрселер айтады. Мен айтамын, не істейсіңдер ол нәрсе? Уақыт көрсетеді, уақыт еншісіне қалдырайық, уақыт көрсетеді, сол кезде көресіңдер. Алып қалатын, сол кезде көреміз деген нәрсе тарапта айтамын да. Былай енді айтсаңызшы, ол қандай дос екен сізге айтып жүрген? Ұзаққа бармайсың, осылай? Бағана енді мен айтсайыншы, бағана кішкене басталар алдында осы бір 20 минут бұрын ба кішкене Бәкен екеуміз сөзге келіп қалдық қой сол дүниеге. Барсың? Иә, екеуміз бүйтіп кішкене сол нәрсеге сөйтіп тұрып қалдық. Неге ол кезде әңгіме басталып кетті? Кім бар қасында? Осы ата-ана әңгімесі басталып кетті. Осы тұрғыда Баямен қалайсыздар, жақсы, сол не, осы сол бір әңгіме деп айтып едім, сол кезде бәрісі де өзінікі айтып қалды да, дұрыс оныкі деген сияқты негізі. Балауса ханым Маянікі дұрыс деп жатыр ма? Иә, Маянікі дұрыс деген сияқты да. Қайырлы күн, Балауса ханым, қалайсыздар? Бағана Жәнібекпен сөйлескен болатынбыз, әңгіменің арасында енді сұрайсың ғой бір-біріңнен, таныстығың қалай болып жатыр деген сияқты. Сол кезде Жәнібек айтты, білмеймін, пока ондайлық бір нақты шешім жоқ, көрем, ойланам дегенге келтірген болатын. Сол ғана ойланам демедім, Бәке, ойланамыз дедім. Ол уақытқа қарай. Тұра кім? Жәнібек тұра асықпа. Ойланам дегенге келтірген болатын. Жақсы деп қойып едім. Не себебі қандай деп едім? Себебі сол өзіммен бірге, ата-анаммен бірге тұрғанға қарсы болып жатыр дедім. Мен айтып жатырмын, енді ол қыздың да өзінің ойы бар. Өзінің нақты бір принциптері бар деген сияқты ғой. Оны қазір сен асатпай жат құлдық деп әлі мысалы жұптыққа да сөз салған жоқсың. Оны қинап қазір жоқ, сен менің әке-шешеммен тұрасың дегеннен ол ештеңе шықпайды деп бағана бір ауыз айтқан болатын. Бірақ оны Жәнібек қалай түсінгенін оны басқа жағынан түсініп отыр. Бұған дейін Жәнібек мен сенен сұрамаған болатын, Мая қалай, таныстығың қалай болып жатыр деген сияқты. Бүгін ортаға шығатын болған. Жоқ, Бәке, былай ғой, әңгіменің ашығы ғой. Сен айттың, жалпы таныстықтарын қалай әрі қарай өрбей ма дедің. Сондай әңгіме болды. Өрбей ма, жалпы өзің былай ойланып жүрсің ғой, тоқтататын сияқтысың ғой дегенге алып келдің ғой, Бәке. Дұрыс па? Ондай нәрсе әңгіме болды ғой. Болмады ма әлде? Өйткені сенің тарапыңнан сондай әңгіме болғаннан кейін, мен жағынан сұрақ қойылған болатын. Не істейсің, тоқтатасың ба, тоқтатасың? Оны қандай мақсатта айттың жалпы? Қандай мақсатта айттың? Не үшін оны айттың, мысалы? Айтшы. Ешқандайлық бір анық мақсат жоқ, қызығушылық болды, сұраған болады. Қандай, неден қызығушылық болды? Не үшін? Сен қазір Маян менен қызғанып отырсың ба сол кезде? Сен нақты өзіңдікін істей алмаған болғаннан кейін, Жәнібек тоқта. Сен нақты өзіңдікін істей алмаған болғаннан кейін, қазір енді стрелканы маған бұрып отырсың. Бәке, мен не істей алмадым барыс? Айтшы, мен не істей алмай отырмын? Мен барынша көңіл бөліп отырмын. Өзің бағанан бері айтып отырсың, үйдің үлкенімін ыңырсымай айтпайсың ба? Бөлек шығамыз, ондай болса бөлек тұрамыз деген сияқты. Мен мысалы өзім бөлек тұрамын. Мен бөлек тұрмын. Мен басында айттым оны. Жоқ, барыс, тұра тұршы, брат. Мен басында айтқан болатынмын оны. Басында түбегейлі айттым. Басында мен 1-2 жыл тұруым керек деген нәрсе. Ол уақыт еншісіне қарай. Неге бірақ сен өзіне тарап, сен қандай ғой, өзіне бір өзінің тарапына бәрін көрсетіп жатсың да, типа мен бөлек тұрам, Маяға типа осындай жігіттер керек деген әңгіме ма сонда сенікі? Бір нәрсе болып қалып жатса, Мая мен мұндамын деген сияқты бір әңгіме деп түсініп отырмыз. Енді бар сіздің көңіліңіз кетіп жүрген жоқ па деген сұрақ тұр басымда. Жарнама бізде, жарнамадан кейін жауап берсеңіз.